Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүгіретін, шілбіген арық ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шулдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденен сүйретіп, ес қалмай далбақтай жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен: «Ей, тоқтамдаршы! Мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертегі айтамын» деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз балалар оның ертегі айтатынын білгеміз жоқ. Ол әжежесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қомыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен. Соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде екіге жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып, атысып ойнап жүргенбіз. Ары өтіп, бері өткен кемпір шал: «Желкен қиылғырлар-ай, соғыс аздай, бұл атысып ойнады дегенді қайдан шығарды осылар? Басқа ойын аз ба ей» деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз, қайта атсамыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық қылт тоқтай қап: «Ей, анау кім ей?» деген. Бәріміз сол мұсқаған жаққа қарадық. «Сәлем, сенің атың кім?» «Аян, жүр, жолдас боламыз». «Иә, жүр!» Балалармен ауыл маңындағы суға шомылуға баратынбыз. Садық ауылдың жоғарғы жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосылып солай қарай жүрді. Ауылға жаңа бір баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Күзде оқу басталып, 7 менен 10 жастың аралығындағы өңшең, бірөңкей балалар 1-ші классқа бардық. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Сөйтіп бас аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, бірлі-жарым сөздерді құрап жаза алатындай халге жеттік. Ал Аян болса кәдімгідей: «Аса жаннан артық көретін аға» деп бастап, хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Аян бәрімізден бұрын кітап оқып бастады. Мұғалім жоқта тіпті бізге сабақ үйрететін. «Сәлем, мен тақтаға жазамын». «Сәлем». «Түсінікті, рахмет». «Аян, хат жазуды үйретші». «Мә, менің хатымды көшіріп жаз. Тек менің ағамның өз ағамның атын жаз». Бірде Аян өрістен мал қайырып келе жатып, өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп жығып, Аянның тобығы тайып кетті. Осыдан кейін ақ Аянның тобығы тайғыш болып алды. Қит етіп алысса, я секірсе, тобығы тайып кететін. «Ойбай, аяғым-ай!» Біздің ауыл Ешкөлмес деген кішкене қоңыр таудың дәл етегіндеді. Ұзыннан ұзақ бір көше боп, жоғардан төмен қарай созылып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса, топырлай жүріп қарды таптап, сырғанақ жасайтынбыз. Кенет бүкіл ауылда шуылға шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Төбе құйқаны шымырлатып жоқтау айтқан дауыстар Аянның үйінен шығып жатыр. Мұндайда балалар еріккіш келеді ғой. Аянның үйіне қарай лап қойдық. Артымыз жетпей жатып, алдымыз не боп қалғанын естіп те үлгердік. Аянның әжесі өліп қапты деген сыбырды алқына тұрып сүйінші сұрағандай бірімізге біріміз жеткіздік. «Ертегі тыңдайсыңдар ма?» деді. Онан соң біздің жауабымызды күтпестен өзі бастап үйдің бұрышын айналды. «Жүріңдіңдер, үйдің сыртына отырайық». Біз оның соңынан ердік. Ол сотымжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де: «Күлкілісін айтайын ба?» деді. Біз үн-түнсіз бас іздестік. Аян сыбырлағандай дауыспен: «Ертеде бір жетім бала бопты» деп ертегісін бастады. Ергеңіне Аянның әжесі жерленді. Жұрт ат қойып зираттан қайтқанда, Аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күнде жылаған жоқ. Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде, ауылдың шетіндегі сай-саланы, жыра құзды тегіс, жалмауыз кемпірлер, жез тырнақтар, жалғыз көзді дәулер,
дию перілер жайлап кеткендей болушы жүріңдер. еді. Бүгін мен кешегіден де қызық ертегі айтамын. Ертеде бір жетім бала болыпты. Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам. Түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сініп қапты. Бір түрлі жусанның иісі сияқты, жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдында ұзақ-ұзақ иіскедім. Әжем ылғи, ағаңды анау жусанды төбенің үстінде, мал қайрам деп жүргенде айдалада тапқанмын дейтін. Менің ағамда жусанның иісі содан қалған. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді. Мен де ылғи көкемнің пальтосын жамылып жатамын. Осыдан кейін бір жеті өткен соң, ертеңгісін бапайдың есігінің алдында тұрған арбаға көзім түсті. Бірсыпыра балалар осы арада екен. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киініп атты. Мен таяп келгенде шеттеу тұрған Есікбай сыбырлап қана: «Аян балалар үйіне кеткелі жатыр», деді. Осы кезде үйлерінен арба айдаушы жігіт және бапай мен кемпір шықты. Бапай арба айдаушыға Аянды станцияға дейін аманат қып тапсырғанын қайта-қайта айта береді. Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. «Мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын», деді күлімсіреп. Есікбай арбаның артына жабысып ап, оны талай жерге дейін шығарып салды. Сол сәтте бәріміздің де ойынға еш сауқымыз жоқ, көңілсіз едік. Көз ұшында бұлдырап арба кетіп барады. Қара жолдың шанын бұрқылдатып барады. Аян бас киімін алып, бізге бұлғап қояды. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, алақыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік. Аянның ертегілерінің көңілімізде ұялаған сонша, кейін ер жеткен кездерімізде өзімізден кіші балаларды тамсандыра отырып айтатынбыз. Тіпті күні бүгінге дейін, сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де, кей күні түнде далаға шыға қалсам, қараңғыда бөрікше шушайған ешкі өлмес шоқысы, астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай, соның қорқыраған демінен теңсеріп тұрғандай көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деймін сол сәт. Жазға салым, жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым иісі аңқиды, жусанның иісі. Сондайда есіме тағы Аян түседі. Шынында да, бұл күнде Аян қайда екен, тірі ме екен? Ондай бала тірі болуы тиіс. Ондай бала алдына нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жусанды төбеге бір оралмауы қалай? Жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой.